үлкен тілік болмайды ең бастысы. 1 сантиметрлік диаметрдегі ол үлкен кәдімгі телевизорге шығады. Сөйтіп көріну алаңы үлкейеді и ыңғайлы. 100% науқасты алатын болсақ, оның жоқ дегенде 80% олар мәмспен келеді. Мұрынның оталарына, тамақтың оталарына, құлақтың оталарына да барлығы сол мәмстің жүйесімен келеді. 10 күн деген ол уақыт деп МРТ-ға күтуге ол тұрарлық уақыт. Тегін жасалатын болса, қазір мысалы компьютердің томография, мұрындыкін алайықшы, мен өз бойынша 20 мыңнан басталады. Сосын ары қарай кетеді. Мәмс алып тастайтын болса, онда халықтың 50%-ның емделуге қаражаты жетпейді. Халықтың барлығы жұмыс істеп жатқан жоқ, жұмыс істеп жүргендерінің өздерінің ары қарай қаражаты жетпей қалды. Сәлеметсіздер ме? Подкастымыздың кезекті мейманы Қазақстанда алғаш рет құлаққа эндоскопиялық трансканалды операция жасауды тәжірибеге сәтті енгізіп, отандық медицинаға жаңалық әкелген лор дәрігер Махамбет Медет Елтайұлы. Қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет, мен де өте рахмет сіздерге студияға шақырғандарыңызға. Күні кеше Астанада хирургтардың әлемдік конгресі өтті. Заманауи хирургиядағы жаңалықтармен бөлісе отырсаңыз. Ол кеше болып отырған өткен ол конгресс өте үлкен әсер қалдырды. Өйткені ұйымдастыру деңгейі өте жоғары біріншіден, және де әлемдік медицинадағы жетістіктерді де көрдік нәтижесін. Сол жерде бір түрген ойым, өзі екі ой қалдырды. Біріншісі, ол жаңа ұйымдастыру жағынан, жаңа Қазнеуро басшылығымен жасалған шара ғой. Өте керемет өтті. Ол бір. Екіншіден айтатыным, біздің қазақстандық медицинаның деңгейі әлемдік медицинамен тең пара-пар екенін көрдік. Өйткені біздің жасап жатқан оталар болмаса, біздің елімізге кіріп жатқан технологиялар ол шетелде де сол тұр. Өйткені біздің тікелей эфирде жасалған операцияларға шетелден келген жаңа әртүрлі саланың дәрігерлері жоғары баға беріп кетті. Сонда тәжірибе алмасу болып бұл жерде өзіміздің жасап жатқан нелерімізді жаңағы доклад ретінде оқыдық. Мен өзімнің мүмкіндігім болып лордан бөлек нейрохирургтердікіне қатыстым, көрдім, және травматологтардікін көрдім. Сосын өзіміздің сол уақытым жеткені сол 3 сала болды. Қалғандарын кейбірінде жазылымдардан, таспадан көрдік. Сол кезде нейрохирургтердің жасап жатқан операциялары енді ол шетелде дәл сол жасалады. Өзге ештеңе жасап жатқан жоқ. Яғни біз нейрохирургтер өте әлемдік деңгейде. Травматологтардың оталарын жасап жатқан және докладтарын тыңдап көрдім. Ол жерде мысалы сынған сынықтарды қалай тезірек қалпына келтіру, сондай дәрілерді қолданып жатыр. Жаңағы көбіне мысалы жаралардың асқынып кетпеу үшін қолданып жатқан заманауи антисептиктердің барлығын біздің дәрігерлерді қолданып жатқаны өте бір көңілге қуаныш ұялатты. Одан қалды мысалы өзіміздің лорды айтайық. Енді жаңа сіз айтып отқан эндоскопиялық трансканалды операция бойынша мен доклад жасадым. Сол кезде біздің енді сарапшыларымыз, үлкен аға буындарымыз өте жоғары баға берді. Бұл операцияны. Сонда Америкадан тағы да. Бұл қазір бұл жерде айта кету керек. Бұл жайында айтып жүргенімізге 2-ші жыл кетті ғой. Былтыр енгіздірген кезде ақш-та, Қытайда, Турцияда, Италияда, сосын тағы бір елде жасалатын. 5-ақ елде жасалатын. Ал қазір сол кезде біз 6-шы болып ендірілдік. Қазір ол кең ауқымда тарап жатыр. Өзбекстан, орыстар, Литвада тек қана осы жылдың басында бастады. Сондықтан біз бұл әлемдік неден қалмадық. Тренд дейміз ғой. Трендтен қалған жоқ. Бұл ойдың негізі, бұл операцияны неге ендіргендегі ең алғашқы ой өзі. Көптеген мысалы қазір амбулаторный хирургия дейміз ғой. Емханада бір күнде операция жасалады, содан кейін науқас үйіне барады. Соған көп жерлерде микроскоп алу ол өте қымбат.
құрылғы. Өте қымбат, 100 миллионнан басталады, жақсылары. Одан әрі қарай кетеді. Мынау эндоскопиялық стойка дейміз. Ол бүкіл емханада, бүкіл диагностикалық орталықтарда тұрады. И басына жаңа эндоскопты келтіріп, соны кең форматта енгізу үшін алғашқы бастап көрдік. Яғни нәтижесі өте жоғары. Сол себепті де әрі қарай бұны мен осы елдің аймақтарына, болмаса жоқ дегеннің өзінде мынау жас буын резиденттерге үйретсем, ол болашақта мысалы барлығы оны кең форматта қолданып көптеген науқастардың жаңа кезекте тұруын азайтады. Осы жерде сұрағым келіп отырғаны, жалпы медицинаға екінің біріншісі батпайды ғой. Осы лор болуды қашаннан бастап ойға алдыңыз негізі? Не себеп болды? Дәрігер. Мысалы өзім лор дәрігер болам деп 6-шы курста шештім. Дәрігер болуға баруды 5-ші класста. 5-ші класста дәрігер болам деп, бірақ қандай дәрігер болатын белгісі болды. Сөйтіп біздің бір мен спортта жүрген адам, енді өмірлік жаңағы қағидам солай, спортпен заниматься етіп, сөйтіп 4-ші курста бізде сабақтар 2 апталық болып бөлінеді, цикл деп аталады. Сол цикл кезінде мен 1 аптасын боламын да, 1 аптасында Алматыға жарысқа кетіп қалдым. Кетіп чемпион болдым. Қай спорт түрі? Джиу-джитсу. Содан спорт шеберім, қара белбеу спорт шебері. Сөйтіп Астанаға қайтып келгеннен кейін лор цикл болып жатқан. Сөйтіп қазіргі профессорымыз ол кезде тек кандидат медицинских наук маған айтады, өй сен чемпион болыпсың ғой, 1-2 сұрақ қояйын, сосын мен сені бағаны жоғарылатып қойып беремін деп. Сөйтіп маған сол кезде жаңа лор дәрігеріміздің өте бір жоғары баға қойғаны әсер қалдырды. Сөйтіп 6-шы курста тағы бір басқа профессорымыз, мен операционның ішінде жүргем, соны өзімен қасына шақырып алды. Медет бергеш, мен сен қазір операция жасадым, сен қарап тұр деп. Мен сөйтіп жаңағы операцияны жасаған кезде мұрынға жасады, қатты әсер қалдырды. Сол жерден сол күні шықтым да, мен лор боламын деп шештім. Сол ұстазыңыздың? Иә, сол 2 профессордың өте жоғары адамгершілік деңгейі және маған қатты әсер қалдырды, сөйтіп лор боламын деп шештім. Сосын жаңа бізде резидентура деп аталады. Сол резидентураны Астанада 2-ші қалалық ауруханада өттім. Одан кейін жұмыс барысын ана мен бала орталығында бастаған. Ана мен бала орталығында ол жердегі ұстазым да менің осы дәрігер болуыма, жақсы дәрігер болуыма деп айтайық енді. Ешкім өзін жамандамайды ғой. Өзінің ізін, орнын өте бөлек. Өйткені ол кісі енді балалардың ауруымен айналысқандықтан кейін өте әрбір нәрсеге ыждахатты қарайды. Анализіне, жаңағы науқаспен қарым-қатынас, науқастың әке-шешесімен қарым-қатынас, соның барлығын бүйтіп жүйелеп, тәртіппен үйреткеннен кейін, енді біз мысалы мелочь дейміз ғой, сондай нәрселерге назар аударуды үйретті. Және ең ол жердегі тағы да айта кететін дәрігер ретінде оның адамгершілігі өте жоғары. Алмат Жақсылович, менің ұстазым. Ол кісі не дейді, ол осылай, саған науқас өзі қиналып келіп отыр, сондықтан да сен оған мүмкіндігінше жағдайын жасау керек деп. Сондықтан біз енді сол кісілерден тәлім-тәрбие алғаннан кейін өз ісімізді қатты жақсы көреміз, біріншіден. Екіншіден алдыңа келіп отырған адам болғаннан кейін оның мәселесін шешу үшін сенің білімің жоғары болу керек деп есептеймін өз басым. Сондықтан ол кісілерге күнделікті оқисың, ізденесің. Сонымен бір елімізге бір тиімді бірдеңе жасағымыз келді осы лордың темасында. Сөйтіп осы ой жаңа эндоскопиялық трансканалды операцияның несі ой келді, ізденген табат дейді ғой. Осы эндоскопиялық жолмен жасалатын операцияның ерекшелігі мен артықшылығына тағы бір тоқталып өтіңізші. Қандай нақты диагноздар бойынша оны жасайсыздар? Бұл жерде мысалы дабыл жарғағы, құлақтың пердесі бар ғой. Құлақтың пердесі тесілген кезде ондай қайдан пайда болады? Ол бала кезінен жаңа атитті бәрі біледі. Құлағынан сол атиттің әсерінен ол дабыл жарғағына зақым келеді. Сосын естудің кішкентай сүйектері бар, балғаша, төс, үзеңгі дейтін. Солардың
жаңағы құлақ қабынған кезде сол сүйектер кетіліп кішірейіп кетеді. Енді біз барлығымыз білеміз, ол дауыс деген мына толқынмен жүреді. Сөйтіп ол мына перде зақымнан кейін толқынды қабылдамайды. Сол пердені қалпына келтіру операциясы, яғни құлақтың дабыл жарғағының пайда болған тесігін жамау. Қазақша жалпақ тілмен айтқанда солай. Енді бұл жердегі тиімділігі, яғни мынау микроскоппен классикалық түрде жасалатын операция, ол құлақтың артынан үлкен тілік жасалады. Кесіліп, сосын оны жаңағы ашады, фасция дейміз, шандыр дейді қазақша. Сол шандырды кесіп алу керек. Ол қосымша жаңағы енді организмге енді жарақат қой. Сау жерден үлкен нәрсе. Мынау эндоскоппен жасалған кезде құлақтың сыртқы қалқанынан шеміршек алынады, есептеліп. Мысалы, дабыл жарғағының көлемі 1,5 сантиметр болса, ол жаңағы алынған шеміршек где-то 2 сантиметр диаметрімен. Сөйтіп, соның астына қойылады. И үлкен тілік болмайды, ең бастысы. Көрінетін, мысалы, микроскопта ол көзілдірік сияқты ғой. Қараған кезде жаңа обзор дейміз ғой, операциялық алаң өте кішкентай көрінеді. Эндоскоппен ол құлақтың ішінен кіргеннен кейін үлкен экранға шыға алады да. Мысалы, 1 сантиметрлік диаметрдегі ол үлкен кәдімгі телевизорге шығады. Сөйтіп көріну алаңы үлкейеді и ыңғайлы. Сондықтан ол жерде қалтарыстар қалып қоймайды, и жасалған пайда болған тесікті жабуға өте ыңғайлы. Пациентті тез жазылатын шығар. Пациент мысалы наркоздан тұрғаннан кейін көбісі егер жаңағы тесіктің көлемі үлкен болса да, кіші болса да, олар айтады, мен естіп тұрмын дейді. Естіп тұрып, сосын 3-ші күні уже үйге бара берші деп сұранады. Өйткені ол жасалған тілік, құлақтың ішінен кішкене ғана тілік, ол где-то 1 сантиметрде, құлақтың сыртына жасалатын тілік, ол да 1 сантиметр көлемінде, 1,5 сантиметр көп болса, онда ол тырнақ сынған, немесе терінің жарақаты сияқты әсер етеді, олар тез қалпына келеді. Осы жаңа тәсілмен жасайтын операцияға жүгінетін азаматтардың саны көп пе? Қанша операция жасадыңыз осы күнге дейін? Осы жаңа доклад бойынша статистика шығардық. Как раз 100-ден асыпты. 1,5 жылдың көлемінде 100-ден асқан. Бұл Астанада ғана, әлде өзге өңірлерге барасы ба негізі операция жасауға? Әлі барған жоқпын. Бірақ кезекте түрендер көп. Олар келіп жатыр. Кейбірлері, мысалы, регион, жаңа аймақтардан келеді. Астананың өзінде тұрған, кезекте тұрғандар көп. Жалпы бұлардың барлығына осы мәмс бойынша жасалды. Тегін операция. Өйткені жаңа МКВ деген бізде диагноздың нелері бар. Сол МКВ диагнозы бойынша келеді, дәл сол бойынша сол мәмстің қолдауымен ол науқастар тегін операция жасап кетеді. Шәкірттеріңіз бар ма? Өздеріңіз мысалы жаңа резиденттер деп айтып қалдыңыз ғой. Үйретіп бар. Оларды қасымда өзімде жүрген қазіргі уақытта 3-еуіне үйретіп жүрмін. Кезек кіреді. Мысалы, бүгін біреу, келесі күні екіншісі, басқа операцияда үшіншісі, сөйтіп алма-кезек уақыттарын айналдырып, олардың барлығын үйретіп келе жатыр. Енді оларды анау классикалық операцияларды көріп үйреніп алғаннан кейін мынаған өте қатты қызығушылық білдіріп жатыр. Бірақ бұл жердегі айта кететін нәрсе, мысалы, олар бірінші құлақтың операциясына бармас бұрын мұрынның операцияларын жетік меңгеріп алу керек. Өйткені байланысты, себебі мынау құлақтың кішігірім 1 сантиметр ненің көлемінде, диаметр көлемінде, ол жерде нерв бар, жаңағы қан тамырлары бар. Соларды байқаусызда зақымдап алмас үшін олар скальпельді инструменттерді істеуге қолдарын жаттықтыру керек. Бәрін ақырын үйретіп жатырсыз, ретімен, жөнімен үйретіп жатыр. Сіз жұмыс істейтін орталыққа еліміздің түкпір-түкпірінен келеді, азаматтар. Көбі мәмс есебінен емделе ме? Жалпы алғанда, барлық, мысалы 90-100% науқасты алатын болсақ, оның жоқ дегенде 80% олар мәмспен келеді. Мұрынның оталарына, тамақтың оталарына, құлақтың оталарына да барлығы сол мәмстің жүйесімен келеді.
Ондай науқастардан ауруханада ешқандай қосымша диагностиканың өзіне ақша алынбайды. Өйткені барлығын енді сол мәмстің аясында жабылатын болғандықтан сонымен келеді олар. Шамамен сонда қанша теңге тұрады бұл операциялардың құны? Және кезегін қанша күтеді? Әр жерде әртүрлі. Өйткені қазір енді мысалы шындығында Қазақстанның халқының саны өсіп жатыр. 20 миллиондаймыз. Астананың өзінде мұрын құлақ тамаққа жасайтын ауруханалар саны шу. Сондықтан барлығыныз орта есеппен бір жылдай күтеді. Егер шұғыл көмек керек болмаса, егер мысалы созылмалы, дабыл жара бала кезінде тесілген, мысалы мұрын құлақты алатын болсақ, не болмаса мұрын пердесі дейміз, ол лордағы негізгі диагноз. Мұрын пердесі қисаяды, мұрынның демалысы қиындап кетеді. Сөйтіп, ондай кісі ол 40-та болады, көп 30-да. Өз басым ойлаймды, 30 жыл күткеннен кейін 1 жыл күтетуға болады. Ал егер тіптен мен шаршадым дейтін болса, ақылы түрде келеді. Енді ақылы түрде әркімнің өзінің қалтасының қалыңдығына байланысты ғой. Мысалы, лор операцияларға мәмстің төлейтін ақшасы мысалы мұрынға 150, ал құлақтың операцияларына 190 мыңның көлемінде. Сондай ақша бөленеді. Жалпы сіз осы медицинаның басқасында жүрсіз ғой, дәрігерсіз. Елімізде осы мәмс жүйесі енгізілгелі медицинада ілгерілеу бар деп айта аласыз ба? Әрине, менің өз басым, өйткені шетелде біраз оқығаннан кейін, мысалы шетелдік тәжірибелерді көріп отқаннан кейін, оны айтуға себеп біріншіден узкий специальность дейміз ғой. Мысалы біз сондайға жатамыз. Шетелде жазылу үшін біраз уақыт керек. Дәрігерге? Дәрігерге үшін. Олар одан бөлек, оның төленетін ақшасының да деңгейі өте үлкен. Мысалы, жай қарапайым дәрігер, мысалы, доллармен есептейтін болса, қарапайым дәрігердің консультациясы $50, профессордікі 150-ден былай қарай кетеді. Ол елдеріне байланысты. Әрбір, мысалы, қай елдің қандай қымбатшылық болады. Мысалы, ал бізде емхана дейміз ғой. Жалпы барлық бала жастан кәрі жасқа дейін барлығын қаралу процесі емханада. Емханаға бізде жазылу жеңіл, тегін, көп ВОП, жалпы медициналық қызметкерлер бар ғой, ВОП дейміз ғой, врач общей практики. Жалпы тәжірибе дәрігері. Соларға жазылу бізде менің ойымша ешқандай қиындығы жоқ, бәрі тегін жасалады. Осы мәмстің аясында ғой, поликлиника, емханалардың барлығы сол мәмспен анализ тапсырудың өзі тегін, кез келген анализ. Мысалы, кейде науқастар жаңа айтып өттік қой, ақылы түрде операция келеді. Оларды осы диагноз бойынша тапсыратын анализдің өзі 35-40 мыңға кетіп қалады. Даже жаңа компьютердің томографиясын қосатын болса, онда 60-70 мыңға барады. УЗИ, КТ, МРТ-ға кейде 10 күннен аса күтіп қалдым деп шағым түсіретін азаматтар бар. Осыған сіздің ойыңыз мысалы? Күлкілі жағдай деп кейбіреулер айтып жатады? Оған әрине 10 күн деген негізі уақыттың есебімен алғанда ол түк емес. Егер бір шұғыл жағдай болатын болса, онда міндетті түрде жасайды. Бұл жерде айта кететіні 10 күн деген ол даже уақыт деп МРТ-ға күтуге ол тұрарлық уақыт. Тегін жасалатын болса, өйткені мысалы жеке кәсіпкерлер бар, МРТ, КТ диагностикалық орталықтарын ашып алған. Олардың бағасын қазір мысалы компьютердің томография, мысалы мұрындықын алайықшы, мен өз бойынша 20 мыңнан басталады. Сосын ары қарай кетеді. Сіз егер ақшаңызды сақтап қалғыңыз келсе, мысалы 10 күн күтуде, онда тұрған ештеңе жоқ. 1 жыл емес, 2 жыл емес, даже 1 ай емес. Күтуге болады, менің ойымша болады. Шындығында күлкілі жағдай. Сіз шетелде оқыдыңыз, шетелдерге біліктілігіңізді арттыруға барып тұрасыз. Олардың медициналық сақтандырумен салыстырып көргенде қандай айырмашылықтар бар? Баға жағынан.
бірінші кезекте оларда ол страховой фонд қымбат. Оларда қымбат. Қымбат. Бізде қолжетімді. Бізде өте қолжетімді, өйткені сенің айлығыңнан ай сайынғы 2% дегеніміз ол ондай көп ақша емес. Денсаулық дегеніміз ол тегін берілетін, бірақ қалпына келтіру үшін қаражатты талап ететін нәрсе. Бүгін керек болмаса, ертең керек болуы мүмкін. Міндетті түрде. Сондықтан ал егер ондай бағасы қазіргі уақытта, мысалы былай ғой, кез келген нәрсенің құны бар да, бағасы бар да. Бірақ менің өз ойымша ол денсаулықтың оны ешқандай бір ақшамен есептеуге болмайды. Ол бағасыз нәрсе. Өте құнды, бірақ бағасыз нәрсе. Оны бүйтіп мынандай деп есептеуге болмайды. Сондықтан да ай сайынғы сенің айлығыңнан алатын 2% дегеніміз, мысалы, қазір Қазақстанда ең төменгі жалақы 85 мың теңге болса, одан 2% қанша? 3 мың теңге ме? Көп емес. Пациенттер үшін сонда мәмс жүйесі тиімді. Өте тиімді. Науқастарға өте тиімді. Оны түсіну керек. Өйткені ол келеді. Кез келген ауруханаға келеді. Барлығы тегін ұйымдастырылған. Тіпті мысалы 300-400 мың айлық алатын адам, ол барып, өзіне керек болса, операцияны немен жасатпайды, ақшамен. Өйткені оны бұл жерде 300-400 мың орта жалақы болатын болса, мысалы, оның 250-ден бөлігі тамаққа кетеді. Қазір Астананың өзінде. Қалғанын киімге қалдыру керек, болмаса ипотекасы бар, сонымен ол артық ақша жоқ. Ай сайынғы жаңағы мысалы құйылып тұратын ақшаның ретінде барып тегін ем алғанға оған жетпейді. Десе де кейбір азаматтар мәмс жүйесіне айма-ай жалақысынан ұсталғанын қаламайды, мәмс жүйесін жабу керек емес деп айтатындар бар. Осыған қатысты сіздің ойыңыз, егер мәмс жүйесін шынымен алып тастаса, егер мүмкін болмаса елімізде, қандай жағдай болады? Мен жаңа осы бойынша егер мәмс жаңа тегін емделу мүмкіндігін алып тастап болса, мәмсті алып тастайтын болса, онда халықтың 50%-ның емделуге қаражаты жетпейді. Оны түсіну керек. Бұл жердегі мәмстің, мысалы, енді біз дәрігерлерден, емханада әріптестерімізден естиміз, мысалы, кейбір науқастар оларға жаңа мәмске ай сайын төлеп жатыр қой, тез қараңдар, дұрыстап қараңдар. Бұл жерде айта кететін ол мәмс деген былайша айтқанда сақтандыру қызметі, ол дәрігерлер өздері де төлейді. Біз де соған байланысты адамбыз. Сондықтан ол жерде дәрігерлерге кішкене мына бір жылы көзқараспен қарау керек та, мүмкіндігінше барлығын жасап жатыр. Баланы да, мысалы, үлкенді де қарайды, ешкімнің бетін қайтарып жатқан жоқ. Мысалы, шетелдегі өткендегі конгресс бойынша айтатын біздің медицинаның деңгейі ол шетелдегілермен пара-пар. Кейбір тұстарында асып кетеді, но төмен қалып жатқан жоқ. Мәмсті алып тастайтын болсақ, онда шындығында, мысалы, халықтың барлығы жұмыс істеп жатқан жоқ. Жұмыс істеп жүргендерінің өздерінің ол әрі қарай қаражат жетпей қалады. Жалпы статистика бойынша 10 отаның 5-еуі мұрынға, 3-еуі құлаққа, қалған 2-еуі тамаққа жасалады екен. Елімізде қандай аурулар кең таралған осы лор бойынша? Лорда бұл жердегі айта кететін мұрынды алатын болсақ, көбісі біздің халықтың арасында кең таралып кеткен. Саған бірінші науқас консультацияға келеді, мен гайморитім бар дейді. Аллергияға ұшырайтындар бар. Гайморитім бар дейді. Бірақ бұл жерде гайморит деген ол диагноз. Оны алаңдап жүрген нәрсе мұрны дем алмайды. Сөйтіп біз қараймыз, диагностикасын жасаймыз, мұрынның ішін бірінші қарап көреміз, содан кейін КТ жасатамыз. Бұл жерде не болмаса мұрынның пердесі қисық болады, болмаса жаңағы еттер өсіп кетеді, болмаса полип деген нәрсе бар, сол өседі. Сондай гайморит деген ол енді мұрынның ішіндегі құрылымдарда кездесетін ауру, бірақ оның көбіне шындыққа жанаспайды. Ол көбісіне мысалы бір перде қисайған болса, мұрынның оны дұрыстау керек болады, түзету операциялық жолмен. Болмаса кейде жаңағы созылмалы риниттер болады,
соларды енді дәрілік жолмен емдеуге болады, дәрілік. Жалпы осы жаңа мұрын пердесінің қисаюы деп айттыңыз ғой. Қазір жастарда көп кездеседі екен, иә? Себебі неде бұның? Бұл жерде ол ешқандай негізі бұл мұрын пердесінің қисаюы дегеніміз ол патология емес. Ол физиологиялық жағдай. Мұрынның өзінің ішіндегі сүйектері бар, және шеміршектері бар. Шеміршектің өсу жылдамдығы сүйектен қарағанда тезірек. Сөйтіп, ол мұрынның сүйектерін алып тіреледі де қисайып кетеді өсу барысында. Сосын мұрынның іші өзі онда үлкен орын жоқ. Сөйтіп, мұрынның ішінде тарлық тудырады. Барлығы мұрын демалмағаннан кейін мұрын тамшылары дейміз ғой. Ол мұрын тамшылары өте бір былайша айтқанда емдік қасиет жоқ нәрсе. Ол тек қана қан тамырлары тартады и мұрынның ішіне кішкене кеңдік береді. Бірақ оны 5 күннен артық қолданатын болсақ, бұл жерде тағы бір медикаментозды ринит деген нәрсе пайда болады. Ол капляға, тамшыларға адам байланып қалады. Одан тамшылардан алып, оны тағы да мұрынның ішін көру керек. Міндетті түрде, егер мұрны демалмайтын болса, ондай науқастарға лор дәрігердің кеңесімен екінші золотой стандарт, ол КТ жасату керек. Компьютерный томография, жаңағы мұрыннан қуыстарын компьютерный томография жасаса, сол жерде прямо айға да көрініп тұрады. Анық көрінеді. Мысалы, пердесі қисық, еттер өсіп кеткен, мұрынның ішінде полип бар, созылмалы гайморитіңіз бар, мынаның емі былай, мынаның емі былай деп оны айтып беруге болады. Бірақ біздікілер мұрын демалмай жүрсе, басында аллергиясында есепке алмайды, мұрын тамшыларын қолданады да, ең ақырында соңғы инстанция лор хирургқа келеді. Кейде болады бұндай жағдайлар. Тамшыны көп қолданғаннан мұрынның пердесі тесіліп қалады. Тамшы деген спрейлар тұрсы ғой, иә? Спрей, називин, әртүрлі енді. Оның түбі жақсылыққа келмейді. Бірақ міндетті түрде лорға көрсету керек. Мүмкін болса КТ жасату керек. Қазір міне күн суыды, тұмау, салқын тиіп қалып жатады, азаматтар. Көбіміз сол таблеткаларды сұрап, тамаққа арналған спрей алуға барамыз. Оны дұрыс емес деп жатырсыз, сонда? Дәрігерге жүгіну керек пе, егер уақыт болмай жатады, жұмыстан сұранбай еді көбі? Әрине, ол өзін-өзі емдеу. Физраствормен мүмкін нету керек шығар. Физраствор дегеніміз, яғни ол тұзды су. Тұзды су, оның тағы да айту керек, бұл жерде оның да емдік қасиеті жоқ. Ол тек қана ағын су сияқты, қолдың кірін шайған сияқты, мұрынның ішінде жиналып қалған әртүрлі бөгде заттарды шайып шығуға ғана көмектеседі. Ол не қан тамырларын тарылтпайды, болмаса нені дұрыстап бермейді. Егер жиі қайталана беретін болса, мүмкіндік тауып, лорға дәрігерге бір рет болсын көріну керек. Ал бала бақшадан келгеннен кейін міндетті түрде физраствормен промывать ететін ата-аналар бар. Оған көзқарасыңыз қандай? Енді дұрыс, өйткені жаңағыдай ол вирус бірдеме тұрса, шаюға, бетке шайып, вирус болмаса жаңа бактериялар енді қоғамдық жерде жүргеннен кейін әртүрлі баланың әртүрлі несі бар ғой, микрофлорасы бар дейміз. Одан бөлек ол иммунитеті әртүрлі. Сондықтан шайса, ондай бір сондай не жоқ, қарсылық жоқ, ол да бір дұрыс. Бірақ анау тұзды судың бір кері әсері бар, ол мұрынның ішкі несін химический ожог дейміз ғой, күйдіріп тастауы мүмкін, шырышты қабатын, сондықтан жай ағын сумен тазалап өтсе де дәл сондай әсер етеді. Қолды сабынмен жуып, мұрынды тұз емес, жай сумен, ағын сумен, крандағы сумен тазаласа да болады. Десе де, дәріханада қазір спрейдің түр-түрі бар, неге мән берген дұрыс? Бұл жердегі түр-түрлердегінің барлығын бір айтамын, ол жерде коммерциялық атаулар әртүрлі. Ал негізі ол жарнама болып кетеді, құрамына неге мән берген? Құрамы, ол жерде бірақ қана құрам бар. Сол жаңағы називин, оксиметазолин деп аталады, негізгі құрамы. Қалғаны барлығы бірдей. Бағасы, сосын кім қалай жарнамалап, өзінің затын өткізеді, соған байланысты. Әйтпесе, ол жерде ешқандай бір соңғы 20 жылдың ішінде оның құрамы өзгерген жоқ. Жалпы үй жағдайында осы құлақ, мұрын, тамақ күтіміне қалай мән беру керек, не жасау керек? Әсіресе осындай тұмау, вирустық кезде неге мән берген дұрыс? Бұл жерде былай.
негізі тұмау вирус кезінде ең бірінші азайтатын нәрсе тәттіні. Азайту керек. Тәттіні азайту керек. Өйткені кез келген жұқпа дейміз ғой, бактерия болсын, вирус болсын, олар қантпен қоректенеді. Сіз бір жағынан жаңағы бактерияны өлтіретін дәріні ішіп, бір жағынан тәтті жеп отырсаңыз, тәттінің ішіне нан да кіреді. Оның негізгі ыдыраған кездегі түпі ол көмірсу. Қант та көмірсу, нан да көмірсу, тіпті мынау жемістердің өзі көмірсу. Сондықтан сондай нәрселерді азайту керек. Ол бір. Екіншіден мұрынды жаңағы физрастор дейміз ғой, натрий хлоридпен шаю керек. Тамақты, ас содасы дейміз ғой, тамақты сонымен шаю керек. Құлақты менің өзімнің жақсы көретін сөзім бар. Бала, кішкентай балаларды кейде ата-аналар алып келеді ғой, құлағы бітеліп қалды, бұлық ағып жатыр деп. Баланың құлағындағы бұлық ол балаға кедергі келтірмейді, ол мамасына кедергі келтіреді. Алаңдатпай ма? Ол физиологиялық, жаңа құлақтың қорғанысы. Бер жағын сүртіп алу керек. Әрмен қарай кірудің қажет жоқ. Ол егер бітеліп ауырсынып жатса, сол кезде лор дәрігерге апарып тазалатасыз. Оған дейін де оны қозғаудың қажеті жоқ. Бұл жерде сұрай кетейінші, ана құлаққа келдік қой. Мақта таяқшалар бар ғой, ватный нелер, палочки. Сонымен құлақ тазалауға болмайды дейді. Кейбіреулері перекись водородын құйып жатады. Перекись водорода. Сутек асқын тотығының мәселесі бұл жерде, егер, мысалы, сіз білмейсіз, құлақтың ішінде дефект бар. Жаңа дабыл жарағын. Ол естуге әсер етіп атқан жоқ, ешқашан құлақ іріңдемеген, білмейсіз, есік болды. Егер перекись сол құлақтың ішіне тамбатын болса, ол арғы жағын күйдіріп тастайды. Сондықтан перекисті онша көп тамызумен, негізі құлақ бітеле беретін болса, жарты жылда бір рет лор дәрігерге барып құлақты тазалатқан дұрыс. Стоматологқа барған секілді, иә? Или жылына бір рет. Құлақтың ішіндегі бұлыққа оны тиісудің қажет жоқ, негізі. Ол физиологиялық жағдай, қайталап өтейін, ол құлақтың ішіне бөгде зат кірмес үшін сөйтіп бөліністер бөліп тұрады. Сол жерге ол бөліністер жаңа сырттан келген шаң тозаң бар, анау бар, сөйтіп жиналады да, сондай енді бұлыққа айналады. Қазақтың тіліндік несінде бұлық деп атады, немесе құлық дейді. Құлық дейді. Ағылшын тілінде earwax, жаңағы балауыз, былайша айтқанда. Орыс тілінде это сера. Оның о жерде не балауыз жоқ, о жерде не сера жоқ. То есть күкірт дейміз ғой енді. Екеуі де жоқ. Оның барлығы май, тері, әртүрлі бөліністерден жасалған нәрсе. Шаң тозаң барлығы араласып келеді. Сондықтан ол құлақты бітеп тастап, немесе ауырсыну синдромын әкелгенше дейін шыдаудың қажеті жоқ, тиісудің қажеті жоқ. Жарты жылда бір рет профосмотрға барып, лорға көрсетсеңіз жақсы болады. Жаңа лор дәрігермен сұхбат жазамын деген кезде бір әріптесім осы сұрақты қоюымды өтінген еді. Ангинамен жиі ауырса, тонзиллитке айналып кетуі мүмкін, қай уақытта миндалинаны алып тастау керек дейді. Жиі ангинамен ауыра береді. Өзі негізгі атауы тонзиллит. Тонзиллит дегеніміз жаңа бадамша бездерінің қабынуы. Ангина дегеніміз ол, былайша айтқанда, ол халық арасында тарап кеткен, негізгі атауы гнойный тонзиллит. Острый гнойный тонзиллит, яғни жедел іріңді тонзиллит. Яғни бұл ангинаның балама атауы дұрыс емес. Былай, егер 5 жылдың көлемінде жылына бір рет тонзиллитпен, не болмаса халық дұрыс айтатын ангинамен ауыратын болса, оны алып тастау керек. Бадамша бездерін операциялық жолмен алу керек. Себебі бадамша бездері ол иммунитетке жауап беретін мүше. Былайша айтқанда лимфа түйіндері. Бірақ ол әр кезде бактерия, вирус, әртүрлі микрофлораның әсерінен ол өзінің функциясынан айырылып қалады. Сөйтіп адамның бүйрегінің, жүрегінің, буындарының ауруына әкеледі. Сол себепті де оны алып тастау керек. Ол бізде инфекция көзінен тазалаймыз. Әйтпесе ол мысалы қалыпты түрде бір организмге өзінің нелерін, токсиндерін лақтыра береді.
сөйтіп болашақта қайтаруға келмейтін денсаулықтың зақымдануына әкеледі. Сондықтан оны ең басында осындай нәрсе қайталана беретін болса алып тастаған дұрыс. Енді бұл жерден тағы да бір сұрақ туындайды, айта кетейін. Көбісі халықтың ортасында жаңағы тағы да халықты, егер миндалин алып тастаса бронхит болады, пневмония болады деген ұғым бар. Ол бірден дұрыс емес. Өйткені мынау бадамша бездері ол көзге көрініп тұрған бер жағындағы лимфа түйіндері. Оның айналасында да көзге көрінбейтін жаңағы тағы да бар. Ол да қорғайды, Олар белсендірек көрсетеді сол кезде. Но миндалинға кетсе, қалғандар қорғайды, сондықтан ол ешқандай бір асқынуларға әкелмейді. Не себепті ол ангина ісе береді? Оның алдын алуға болатын шығар мүмкін? Алмау үшін. Бұл жерде ауыздың өзінде, мысалы, микрофлора бар. Тістегі кариестің пайда болуы жаңағы патогенді микрофлораның пайда болуына байланысты. Әртүрлі себептер, бірақ мысалы біз мұрынмен тыныс жолдары арқылы, ауыз арқылы, ауа арқылы бізге әр уақытта инфекция келіп тұрады. Біреудің иммунитеті бала кезінде мысалы жақсы, біреуінікі бала кезінен нашар, оның ешқандай бір алдын алу шаралары жоқ. Мүмкіндігінше енді ең алғаш ауырып бастаған кезде оны дұрыс антибиотикпен емдеу керек. Мысалы өміріңізде бірінші рет мысал айтайық, біреу 25 жасында бірінші рет ангинамен ауырды дейік. Оған дейін ол ауырған жоқ, ешқашан ауырмаған, алаң кетпейді. Сол кезде дұрыс жаңағы лор тағайындайтын антибиотикпен толық курсын ішіп шықса, оның қайталанбауы мүмкін. Ал егер мысалы дұрыс емделмесе, ал егер дұрыс емделмесе, инфекция қалып қояды, ол до конца өлмейді, мысалы соңына дейін өлмейді да, бір андай өзінің қорғанышты қызметіне айналады. Сосын адамның организмінде кішкене әлсіздік пайда болғанда, олар белсенділік көрсетеді. Сондықтан да ең алғаш рет ауырған кезде түбіне дейін емдеу керек. Ол бір, екіншіден тәтті затты өте азайтқан дұрыс. Ол балаға ғана айтылатын нәрсе емес, ол үлкенге де солай. Нан бар. Одан қалды жем-шидектің өзі ол соңғы ыдырайтын процесі көмірсу. Қайталап айтам, ол көмірсу деген бактериялардың қорек көзі. Осы жерде сұрай кетейін, есіңізде қалған бір операциялар болса, мүмкін күрделі операцияларды осы жерде айта кетсеңіз? Негізі бір өте қатты әсер қалдырған, мен басқа қалада жұмыс істеп жүргем. Сол кезде бір науқас қыз түсті, құлағының арты енді былайша айтқанда іріңдеп кеткен екен. Сыртынан, иә? Анау ішінен басталған, сыртына шығып кеткен сүйектердің. Ол қалада жүргенде менде лордың құлаққа жасатын операцияға менде инструмент жоқ. Сол науқасты аурухана жатқыздым. Одан кейін мынау медицинский балға не бар ғой, қашау. Сол арқылы операция жасап шыққан. И ол қызды біз былайша айтқанда аман алып қалдық. Жас қыз еді енді. Жасы маған келген кезде 20-да. Сөйтіп оны жаңағы мидың абсцессінен болмаса медиастинит деген өте үлкен асқынулардан аман алып қалдық. Сол операциямен есімде қалды. Ол неден пайда болған сода? Ол қыздың өзінің қосымша негізгі ауруы бар екен, бірақ бір басқа қалада тағы да мәселе бір нәрсеге себепті басқа қалаға барған, құлағына операция жасатқан. Банальный тимпанопластика дейміз. Сөйтіп ол тимпанопластикадан кейін дабыл жарғағын жабуға барған басқа қалаға. Қалалардың атын атам деп отырған жоқ. Өзім жұмыс істеген жол Қостанай еді. Сөйтіп келеді. Сол операциядан кейін іріңдеп бастаған. Сөйтіп мана дәрігер оны соңына емдегісі келмеді ме білмеймін, әйтеуір жібере салған. Үйіңе барғасын жазылады деп. Сөйтіп біз енді экстренный службамен қабылдадық оны. Сол асқынып келіп сондай жағдайға жеткізген. Сөйтіп жаңағы құлақтың артындағы самай сүйегі дейміз ғой. Самай сүйегінің емізікше тәрізді өсіндісі. То есть соның ішінде араның ұясы сияқты ұяшықтар бар. Сол ұяшықтың барлығы іріңге толып кеткен.
сөйтіп сол ұяшықтың барлығын жаңағы балғамен қашаумен тазалап шыққан. Сол кезде тура 1 ай уақыт ауруханада жатты, бірақ құлан таза сауығып аяғына тұрғызып жібердік. Сол әсер. Жалпы құлақ шуылдап нетіп жатады ғой. Жалпы осы құлақ шуы кардиологиямен тығыз байланысты деп жатады, мысалы кейбір азаматтардың қан қысымы көтерілгенде де құлаққа зақым тиіп жатады. Сонда екеуін қатар емдей ме? Құлақты да, жүректі де. Бұл жердегі айта кететіні 3 мамандықтың байланысында. Құлақта шу, кардиологтар бар, оның себебін айтам, и невропатологтар бар. А невропатолог? Невропатолог ол құлақтың, бұл жердегі құлақтың шуылы, құлақтың есту нервісіне зақым келеді ғой. Соған олар өздеріндік емін береді. Бірақ кардиологтардың емдейтін себебі қан қысымы өте жоғары болған кезде бұл кішкентай қан тамырлар жарылады, мынау жаңағы есту нервісінің микрокапилляларына зақым келгеннен кейін ол тағы да шуыл басталады. Сол бұл жерде тағы да кейде болады, ол давление, жаңағы қан қысымы неге де байланысты? Эндокринологический. Эндокринолог дәрігерінде жаңағы кеңесі керек болады, егер оның бәрін реттейтін болса, кейде егер қан қысымын бір қалыпта ұстап тұру керек. Адамның ағзасы бір қалыптылыққа үйреніп алады, содан кейін төмендеп кетсе, немесе жоғарылап кетсе, қай жерде мысалы әлсіз мүшенің кейбір қайсы әлсіз, сол жерден ол өзінің көрінісін береді. Енді біздің лордың жағдайында ол жаңағы құлақтағы шуыл, бұл өте бір күрделі сұрақ. Жауабы жоқ. Мысалы пайда болған кезінде, міне бүгін пайда болған кезінде жедел уақытта егер емін қабылдаса басылуы мүмкін. Ал егер науқасты алайық, кетеді деп 1 ай уақытын өткізіп алса, онда уақытын өткізіп аламыз. Ол шум қалып қояды. Бұл жердегі лордың дәрігерінің бір міндеті ол ары қарай асқынып кетпеу үшін. Сол үшін шара қолданамыз. Пока әлемдік аренада оған деген бір ем жоқ. Әйтеуір жаңа симптоматикалық қолданамыз. Шумның ұлғайып кетпеуін реттейміз. Одан қалды есту қабілетінің төмендеуіне, төмендесе, одан да құлдырап кетпеуін бағдарлап, соған ем тағайындайды. Бұл неден пайда болады сонда? Қан қысымы көтерілгенде ме? Қан қысымы сол жаңа көтерілген кезде микротамырларды жарып жібереді, менің ойымша өзімнің. Енді теориялық тұрмын. Содан кейін ол нервісі, есту нервісінің зақымына әкеледі, питаниесіне. Бұзылады ғой, микроқан тамырлар жарылғаннан кейін, содан кейін оның есту қабілеті төмендейді. Сосын құлақтың ішінде ұлу деген мүше бар, ұлу деп атайды, кортиевый провод, соның ішіне де мынандай талшықтарына, ол көзге көрінбейтін, микроскоппен көрілетін нәрсе бар. Соған да зақым келеді, сондықтан ол есту дәрежесі деңгейі төмендей бастайды. Енді жасанды интеллект бойынша сөйлесекші, жасанды интеллект қазір жақсы дамып келе жатыр, қарқын алып келе жатыр. Медицинада қай салалардың орын басуы мүмкін деп ойлайсыз? Сіздің көзқарасыңыз қалай жалпы бұған? Жасанды интеллект деген нәрсе ол қазіргі заманда медицинада ол өте керемет нәрсе. Себебі ең біріншіден ол Қазақстанның аумағына кіретін болса, ол диагностикалық нәрседе жоғары деңгейге жетеміз. Себебі, мысалы алайық, мен көзқарасым, менің алдымнан енді дәрігер ретінде, адам ретінде жылына дегенде жарайды 500 адам өтті дейік, операциясы бар, консультациясы бар, одан да көп болады кейде. Енді біз есептемейміз ғой, күніне 200 адамнан қарағанның өзінде. Сөйтіп, оның барлығының жаңағы компьютердің томографиясы есте қалмайды. Біреуді көресің, әйтеуір жасанды интеллектке мысалы бүкіл диагностикасында жаңағы КТ деген цифрлы нәрсе ғой. Сол цифрлық нәрсені алады да бір базаға қойып қояды. Мысалы мұрын маңы қуыстарының КТ-сі дейік. Соның 1000-ын жинақ қояды. Сөйтіп адам түседі, ол егер жаңа жасанды интеллектке подключенный болса, айтады, мына кісіде міне мұрын пердесі қисық, сразу диагнозын қойып береді. Оны басына ұртып отырмайды ешкім. Диагностика жағынан ол өте керек нәрсе.
Дәрігерлерге де жақсы ол көмек. Әрине, әрине. Сосын болашақта енді негізі сондай ой бар. Диагностикалық жағынан ол жасанды интеллект басады. Ол бір. Екінші жағынан көптеген мысалы терапевтик профильдерді орын басады. Өйткені бізде барлығы медицинада протокол, хаттама арқылы емделеді ғой. Диагноз қойылады. Енді қараңыз, оған келді. Ол мысалы аппаратқа отырды да анализін тапсырды. Қан анализін тапсырды, ол жерде жаңа сараптамасы шығады. Сосын мысалы МРТ не болмаса КТ-сін жасайды. Ол жерде көптеген адамдардың жаңағы базасы жиналған, оны тексереді, диагноз уже шығады. Диагноз шыққаннан кейін оған хаттама ретінде мынау дәрістерді ішу керек деген мысалы принтерден шығарып береді, болды. Мысалы ол келеді ол нәрсе. Рахмет. Міндетті түрде келеді. Медет Елтайұлы, сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Пациенттерге пайдалы болып, елдің алғысына бөлене беріңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Мәміш жүйесі енді дами берсін. Сіздер елге ақпарат жетуде елдің алды болыңыздар. Рахмет.